маған көп айтатын пікір қазақтар біріншіде оқымайды деген. Ең кереметі қазақ адамдар дүниенің қай жерінде болса да ең кемі 3 тіл біледі. Мектеп оқушылары үшін сіз ұсынатын топ 3 кітап қандай болады? Бұл балаларға сабақ оқудан қалай ләззат алу керек дегенді үйрететін кітап. Қолына ұстатып қойды. Сен неге оқымайсың? Болмайды. Балаң білімді болғанын қаласаң, бірінші өзің білімді бол дегендей ғой. Мына кітаптарды оқып қорыта алмайтын бала, жас ұрпақ келешекте жасанды интеллектіні игере алмайды. Орта мектепте адам қалыптаса алса, ең керемет инструмент шынымен де. Жасанды интеллект аудармашының жұмысын тартып алмайды, жеңілдетіп отыр. Жарты жыл аударатын кітапты 4 айға қысқарып кетуге де болады. Армысыз көрермен, бұл бәрі-бар YouTube арнасы. Бізде бүгін қонақта Steppenword баспа үйінің негізін қалаушысы, баспагер Раиса Қадыр. Раиса, қош келдіңіз YouTube арнамызға. Раиса ханым әлем әдебиетін қазақ тіліне аударып, қазақ оқырманына насихаттап жүрген жандардың бірі. Сізді көргеніме қуаныштымын. Арнайы уақытыңызды бөліп сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Қош келдіңіздер біздің ауысымына 1000 кітап кеңістігімізге. Өте қуаныштымын. Рахмет. Біз бүгін жалпы әлем әдебиеті туралы, баспа үйі және қазіргі цифрлық дәуірдегі балалардың кітап оқуға қызығушылығы туралы әңгімелейтін боламыз. Осы тұрғыда сізді жалпы бірінші рет көріп отырған жандар болса, Steppenword баспа үйін ешқашан естімеген, көрмеген жандар болатын болса, сол кісілерге кіріспе болсын, түсіндіре кетейік. Жалпы қалай құрылды, баспа үйді құруға сізге не түрткі болды? Уақытқа қарасақ, бұл күнмен 10 жыл бұрын елімізде жағдай қалай болды, осы мына кітап саласында, мәдениет саласында, әдебиет саласында жағдай қалай болып дегенді қысқа елестетіп көрсек, ол кезде менің дәл сол бастаған кезім 10 жыл бұрын болды кітап саласына кіргелі. Қазақ тілінде кітаптар, әсіресе кітап дүкендерінде, кітапханаларда заманауи осындай әдемі әлемнің бестселлер кітаптары жоқ болды. Турасын айтқан кезде. Дәл 2016 жылы десеңізші. 2016 жылдары қазақ тілінде ондай кітаптар жоқ болды. Орыс тілінде көп тұрды. Өте көп, бәрі түгел орыс тілінде болды. Сол кезде әрине маған сондай ой келді. Неге жасамасқа, неге осындай кітаптар неге жоқ деген кезде көп адам маған айтты, ол мемлекеттің ісі деп. Мен ойладым, ол әрбір азаматтың, әрбір қазақ тіліне деген жанашыр, әрбір кітап сүйетін адамның істеуге тиіс міндеті деп. Сонымен осындай бір челленджні өзіме алып, мен баспагер боламын, кітап шығарамын деп шешім шығарып, осы кітап ісіне кіріп кеткенім бар. Ал жалпы осы Қазақстанда кітап бизнесмен айналысу қаншалықты тиімді? Біз үшін әрине кітап шығару бұл кәсіп. Бір жағынан бұл бизнес, екінші жағынан бұл жаңа айтып отырмын ғой, бұл челлендж мен үшін деген. Ол яғни еліңе жанашыр болу бірінші. Неге жоқ нәрсені қайтадан жаңғырту. Сондықтан ол біріншіден тек қана әрине істеп жатқан адам, әрбір кәсіпкер кітап ісінде жүрген пайданы ойлағанымен ар жағында үлкенірек пайданы ойлайды. Ол не дегеніміз жаңағы ұрпаққа, қазақ ұрпағына сапалы контенттің бар болуы. Оған сол ұрпақ, жастар қол жеткізе алу. Егер бұл кітаптар шықпаса, сол қалпы біз тек ешқандай қазақша кітап оқи алмай, бәрін өзге тілде алып, не тіліміз дамымаған, не өзіміздің кім екенімізді толық түсінбейтін, сондай болып қала беретін едік. Қазір осы кітап саласы дамығандықтан, көп кітап қазақша шыққандықтан, көп жас балалар қазақша өз ана тілінде кітап оқи алатын мүмкіндікке ие болғандықтан, мүлдем басқаша, керемет сапалы, білімді, көзі ашық, көкірегі ояу, сондай ұрпақ қалыптасып жатыр. Аудармашылар, дейміз ғой, корректор, редакторларды жалпы іріктеу қалай жүретсіздер? Үлкен командасыздар ғой, енді бір кітаппен кемінде қанша адам жұмыс істейді? Және бір кітапты жазып шығаруға, аударуға қанша уақыт кетеді?
енді біздің командамыз өте үлкен емес, бірақ біз 10 жыл бойы осы аударма ісінде жүрміз. Сол себепті қай аудармашы сапалы жұмыс істеп бере алады дегенді біліп отырмыз. Сол себепті біз өзіміздің іріктеген кәсіби аудармашы серіктестеріміз бар, аудармашыларымыз, және де редакторларымыз бар, ары қарай корректорларымыз бар дегендей. Оның үстінен жаңағы қадағалайтын адамдарымыз бар. Жалпы қазақ тілі осындай шетелдік әлем әдебиеттерін, бестселлерлерді аударуға қаншалықты икемді тіл? Жалпы мысалы кейде бір кітапты жазу барысында, аудару барысында бір сөйлемді бірнеше күн ойланып, қалай аударсақ болады, мынаны қалай дұрыс жеткізсек болады деп жататын бір кездер болады ма? Ерекшелігі бар әрбір тілде. Мысалы, неміс тілінің ерекшелігі бар, иә. Ағылшын тілі болсын, түрік тілін алсақ та, француз тілі дегендей әр түрлі. Бірақ бізге ең бастысы сол тілден түпнұсқадан тікелей қазақ тіліне аудару. Ол неге маңызды деген кезде, бұрын жаңағы кеңес дәуірінде, бұрынғы замандарда біз қалай қазақ тілінде шетелдік аударманы оқып тұрдық. Ол біріншіде шетел аударма, жаңағы неміс тілінде кітап шықса, орыс тіліне аударылады. Орысшадан біз алып ары қарай қазақшаға аударатынбыз. Ол кезде әрине ол жаңа аудармашы жазушының шеберлігіне байланысты сәтті шыққан аудармалар бар, сәтсіз шыққандар да бар. Бірақ ол кезде бір-екі тілден асып қайтадан аударма келген кезде жаңа түп нұсқада жазылған әзіл болсын, кейбір фразалар болсын, соның дәм сөлі кетіп қалады. Сол себепті мысалы тікелей ағылшын тілінен қазақшаға аударған кезде бізге жеңілірек тиеді. Әсіресе жаңа сленгтер болсын, сленг сөздер бар, бізге тура келетін моменттер болады. Кейде әрине сөздің сол баламасын таппай қалатын жағдайлар да болады. Ол кезде біраз отырамыз, талқылаймыз, жан-жақты қараймыз. Ағылшын тілде бір сөз тіркесі болса, оны мүмкін немістер қалай алды екен, француздар қалай алды, парсылар қалай алды, иә. Солардың нұсқаларын қарап, ары қарай біз өзіміз шешімге келеміз. Шешімге келе алмаса, сәл уақыт береміз, қойып қоямыз, содан кейін бір күні деп басымызға жаңа ой келген кезде сондай келеді нұсқасы. Сол кезде керемет бәріміз қуанып ары қарай қолдана бастаймыз. Яғни ондай негізі жағдайлар болып тұрады. Өте жиі сондай шығып тұрады. Сол кезде міндетті түрде қатты талқылаймыз, әсіресе терминология болсын. Енді әртүрлі фразаларды болады, соны солай талқылаймыз. Қателеспесем 2019 жылдан бастап ашылды ғой, иә. Қазір қоржындарыңызда қанша кітап бар, және бір аударғыларыңыз келіп жүрген, бірақ мысалы рецензиясын ала алмай жатқан деген сияқты сондай кітаптар бар ма? Біз жалпы әрбір кітапты авторлық құқықпен бірге аламыз. Авторлық құқықпен ары қарай жұмыс істегеннен кейін барып қана кітапты аударып басып шығарамыз. Яғни бұл жерде ресми заң бойынша жасалатын стандарттық жұмыстар бар. Қазірге дейін 200-ден астам кітап шығарыппыз. Өте көп емес, аз да емес. Орташа біздің мақсатымыз сапалы мәтін, сапалы контент оқырманға беру. Сол себепті біз қатты асықпаймыз әрбір іс жасаған кезде. Өйткені білеміз, асыққан кезде қателер шығып, бізде де сондай жағдайлар шығып тұрған, асыққан кездерде. Соны енді жақсылап реттеп отырамыз. Дегенмен әрине кітап деген көп. Сіз мысалы әлемдегі біз ірі баспа үйлерімен бірге жұмыс істейміз. Сол кездерде олардан жылына қаншама көп кітаптар шығады, бәрін біріктірген кезде жылына миллиондаған кітаптар жаңадан шығып жатады. Жаңа хикаялар. Бәрін аударғымыз келеді десеңші? Бәрін аударғымыз келеді, әрине. Біздің мақсатымыз, біздің осы Қазақстанда тұрған, не қазақша білетін әлемдегі барлық қазақ тілінде оқитын оқырмандарымыз сол әлемнің ең үздік хикаяларын, әлемнің үздік ойларын оқып білсе екен деген сондай мақсат қой. Ол енді әрине өзіміздің авторларымызды да оқимыз, дегенмен әлемнен де алжап қалмайық деп сондай бір миссия қойғанбыз. Жалпы кейінгі жылдары кітап оқуға дейтін қызығушылық жастар арасында артқан секілді көрінеді. Жалпы сіздің ойыңызша қалай? Бұл шынымен бір кітап оқитын ұрпақтың өсіп келе жатқан ба, әлде бір уақытша тренд бе? Жалпы 10 жылдың ішін саралап қарайтын болсақ қалай? 10 жыл бұрын мен осындай сұхбат бергенмін, дәл осылай сізден сіз сияқты менен сұраған болатын, қалай кітап оқу мәдениеті қалай болады деп мен айтқанмын. Менің арманым
осы кітап оқу трендте болса екен деп, кітап оқу кул болса екен деп сұхбат берген болатынмын. Бүгінгі жастардың кітап оқуды модаға айналдырғаны ол ойлаймын тікелей біздің баспа ісіндегі біз сияқты баспагерлердің жұмысының нәтижесі деп. Өйткені контентті біз жасап жатырмыз, кітапты өндіріп беріп жатырмыз, оны барынша жарнамалап жатырмыз. Бізге көмектесетін сіздер сияқты жаңағы бақ өкілдері, әртүрлі жаңағы волонтерлар бар, кітапты сүйетін жандар бар, солар бәрі жан жақтан бізге көмектесіп, бұл идеямызды ары қарай жаңғыртуға көмектесті. Бәріміздің нәтижеміз, бірақ ең бастысы сол кітапты оқырманға осылай жеткізген біздің жұмысымыздың нәтижесі. 7 тіл білесіз, иә? 7 тіл білесіз, бірнеше мемлекетте болдыңыз, өзіңіз де негізі сырттай білемін, қай жерден көшіп келгеніңізді деген сияқты. Жалпы көп мемлекетте боласыз, бірақ қазақтар әлем әдебиетін аз оқиды дейтін пікірмен келісесіз бе? Маған көп айтатын пікір, қазақтар біріншіде оқымайды деген. Өте осындай ерсі пікір көп бұрын айтқан, қазір де айтып келеді. Жалпы мынандай таңырқап қазақтар жалпы оқи ма дегендей. Яғни мүмкін басқалардың көзіне біз оқымайтын сияқты көрінетін шығармыз. Бірақ шын мәнінде олай емес. Қазақтар өте көп оқиды. Қазақтар тек қана өзінің төл әдебиетін ғана оқып шектелмейді. Олар ең кереметі қазақ адамдар дүниенің қай жерінде болса да ең кемі 3 тіл біледі. Көрдіңіз бе? Тек қана өзінің қазақ тілімен шектеліп қалмайды. Қазір жастар қарасаңыз, жастар қазақша да, орысша да, ағылшынша да, кейбір қытайша, немесе түркше, французша, испан тілінде болсын, әлемнің әртүрлі тілінде сөйлейтін полиглоттар өте көп. Қазір жастар арасында қарасақ, тіпті 4 тілде еркін сөйлей алады, оқи алады, контентті қорыталады деген сөз. Сондықтан мен келіспеймін. Олар стереотип деп қабылдаймыз. Ол үлкен стереотип. Біздің қазақ сияқты әлемде 3-4 тілде қатарынан сөйлейтін жаңағы нация, ұлт аз. Аз, соның бірі бізбіз. Степенворд баспа үйін біз Harry Potter кітабын алғаш қазақ тілінде сөйлеткен баспа үй ретінде барлығы таниды. Жалпы осы мысалы Джон Роулинг қазақ тіліндегі нұсқасын көрсе, қандай жеріне бір риза болар еді деп ойлайсыз? Қай тұсына? Мүмкін бір кейбір қиын терминдерді айту, немесе бір оқиғаларды сипаттау деген сияқты жерлер болады ма? Енді Роулинг ханымның атынан мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ біз неге және оқырмандар не үшін риза болады деген кезде, біз локализацияны жақсы жасады. Яғни біз өзіміздің тіліміз, дәстүріміз соған бейімдеп алдық. Мысалы ол жерде мысалы дядя Вернон деп айтамыз, Uncle Vernon, Харридің ол нағашы, жаңағы жездесі, нағашы апайының күйеуі туған жездесі болады. Сондықтан оған біз жаңағы дядя немесе uncle деп айтпаймыз, біз жезде деп айтамыз, тура. Өйткені оны оқып отырған оқырманға ол басқаша. Ол керемет деталь ғой. Ол деталь, сол себепті ол бізге түсінікті, ал басқаларға оны түсіндіруім керек. Ол жаңағы әпекеңнің күйеуі деген сияқты, или нағашы апайы деп айтады да. Ол оның әпекесі емес қой, ол шешесінің әпекесі болғандықтан нағашы апайы болып келеді. Сондай әдемі нюанстар бар да біздің тіліміздің ерекшелігінде. Соларды бере білдік. Сондықтан да әдемі оқырманның қазірге түсінікті болу үшін, жеңіл болу үшін. Ал жалпы сіздердің осы Harry Potter кітабының негізгі оқырмандары кімдер болды? Балалар ма, әлде үлкен буын ба? 50-50. Мен қараймын, жаңағы балалар да оқиды, балаларынан ата-аналар да оқиды. Мен де оқиыншы деп. Сонымен жастар да бар, бірақ ең көп оқитын әрине дүние жүзінде ол жасөспірімдер. Өйткені бұл кітапты шамамен бір 9-10 жастан бастап оқиды балалар. Ары қарай сол кітаппен ол 7 томдық қой, бірге өседі. Сол 10 жасынан бастап оқыса, Harry Potter'дың жасына қарай 16-17 жасқа дейін сол
бірге өсіп шығады. Әр сол кезеңдегі жасөспірімнің сезімдері, күйзелу моменттері болсын, соның бәрін Харримен бірге өткереді де. Ал фильмді көрген жандар мен кітабын оқығандар әсерлері қалай болады? Әрине, кітап сіздермен бөлісіп жатады. Әрине, фильмінде керемет, өте сәтті шыққан деп ойлаймын. Бірақ кітаптағы детальдардың бәрі фильмде көрсетілмеген. Сондықтан да оқырмандар айтады, сол кітабын оқығаны артығырақ деп. Ал Степенволд баспа үйінің жалпы негізгі аудиториясы кімдер, қай жас аралығындағылар көбінесе? Бәрін айта аламын, өйткені жаңағы 0 жастан бастап 100-ге дейін деп айтсақ та болады. Өйткені біз кішкентай бөпелерге де артылған кітаптар шығарамыз. Ары қарай енді адам өзінің жасымен шектелмеу керек қой, қай жаста кітап оқимын деп. Ересек оқырман 16 жастан бастап 100 жасқа дейін деп ойлаймын. Адамдар тарихи кітаптарды оқуға болады, көркем әдебиет болсын, көп ата әжелерге оқиды, біздің кітаптарымызды өздері алып оқиды, балаларын алып береді деген сияқты, ата-аналары өздерін алып оқиды. Бәрі бір-біріне енді ең әдемі мода кітап сыйлау болып жатыр. Бір-біріне кітап сыйлайды. Қазір мен өзімде енді жас буынға жатқызатын болсақ, жастардың қатарына, өзімде негізі кітап сыйлағанды жақсы көремін, кітап алғанды деген сияқты. Себебі сөреге тек қойып тұрғанның өзі бір білмеймін басқаша әсер береді адамға. Бір күні сол күні оқымасаң да бір күні әйтеуір оқисың, білімің артады деген сияқты. Жалпы сіздің жаңа сөзіңізге қосыламын. Жалпы көбінесе бізде қазіргі жастар кітап оқу процесінде тез жалығып кететін кездер болады. Сол баланы, мысалы балалар деп жатырсыз ғой, көбінесе балаларды кітапқа қызықтыру үшін не істеу керек? Мысалы баланы өзі не істеу керек және ата-ана тарапынан қандай көмектер бар? Біз енді баланы, менің айтатыным, кішкентайынан кітаппен таныстырып достастыру керек. Әрине, ол кішкентай бала бөпе кітапты оқи алмайды, бірақ кітапта көптеген суреттер болады. Сол кезде ол міндетті түрде ата-ана бірге отырып, сол кітапты ашып көріп, талқылап, суреттерге қарап, мынау доп, мынау ит, мынау мысық деген сияқты, мысық секіріп барады дегенде соның бәрін айтып отыру керек. Немесе қандай бір ертегі оқиға болса, соны дыбыстап оқып, балаға сол әдетті үйрету керек. Балалар қайтеді, кішкентай балалар қайталанғанды жақсы көреді. Кітапты ата-анасына көбі 10 рет, 20 рет күніне қайта оқып бер деп айта береді. Қанша уақыт оқу керек? Бір күнде, мысалы бір күнде бала қанша уақыт оқыған дұрыс кітапты? Енді ата-анасымен ол кішкентай бала суретті кітапты оқыған, енді көп болса сізден 10 минутыңыз кететін шығар. Сөйтіп 10 минут ол кітапты әдемілеп сипаттап айтып берсеңіз, келесіде бала өзі алып дәл сол кітапты жаңағы оқып берген әкесі мекен анасы қалай оқып береді, дәл өзі солай копия жасайды. Ең қызығы. Ал одан үлкенірек бала, мысалы, балабақшаға кірген, бастауыш мектепке барып жүрген балаларға біріншіде олар қорқады. Мәтін мынандай текст оқығаннан біз қайтеміз, көбінесе оқы деп қолына кітап бере саламыз, өйтуге болмайды, оларға өте жеңіл кітап беру керек, суреті көбірек, сөйлем азырақ. Бізде комикс кітаптар бар, қарап отырсаң мультфильм сияқты бір жағынан, өте қызық, өте күлкілі. Енді сондай кітапты оқыған бала жеңіл оқып бітіре алады ондай кітапты. Одан кейін мына кітап оқу қиын, қорқынышты деген барьерден өтіп кетеді, арылып, сондай қорқыныштан арылып кетеді. Сол себептен сондай балаларға арнайы кітап шығарамыз. Кітаптың мұқабасы, мысалы түстері, суреттері деп жатсыз ғой, олар балалардың жалпы қызығушылығын арттыру үшін жасалады ма? Әрине, ол эстетика. Біз балаға мына әдемілікті, әсемдікті, эстетиканы кішкентайынан қалыптастыруға тиістіміз. Одан кейін менің принципім бар, балалар әдебиеті, балаға арналған қандай бір контент, ол кітап болсын, мейлі мультфильм болсын, жай фильм болсын, ән болсын, сапалы болу керек. Өйткені біз оған қазір кішкентай балаға мысалы сапасыз, денесіне зиян, тамақ бермейміз ғой, Дәл солай кітап. Дәл сол сияқты контент білімде сондай болуға тиісті. Сондықтан жаңа шала,
жасалған, біртүрлі жасалған суреттер, сапасыз шыққан кітаптарды көрген кезде ол бір жағынан әрине біреудің еңбегі болғанымен келесі жағынан ол енді өте қиын жағдай болады. Кейде көп моменттер болады, қандай бір заказбен тез шығарып әйтеуір бере салу, оның тұтынушысы кім, бала ма емес па, оған бәрібір деген сияқты моменттер болады. Енді сондай болмаса екен деген ниет бар. Сол себептен де біз барынша халықаралық стандарттарға сүйеніп, ары қарай өзімізде балаға не қызық, ол балаға қандай құндылық қалыптастырамыз, соны өте қатты қадағалаймыз. Яғни төзімділік па, адал болу ма, ары қарай мейірімді болу ма. Мысалы сол сияқты құндылықтардың бәрін қамтыта білетін әңгімелерді біз аударып шығарамыз. Ал кітап қалай таңдау керек? Мысалы, балаларының мінез құлқын зерттеп, солай өздері таңдаған дұрыс па, әлде баланың өзінің еркіне беріп, таңдау құқығын берген дұрыс па? Кітаптың балаға еркіндік беру керек. Әрине ата-анасын тыңдайды ол бала. Ол ата-анасы бұрын оқып болған болса, ол қандай қызық екенін айтып береді. Ол шіркін, мысалы, мына кітапты алдым, мен бала кезімде оққам, прям бас алмай оққам, дәл сол моментінде сол кітаптың сол жеріне барған кезде осындай момент бар, өте қызық. Соны сен шіркін оқып көрсең, мә керемет деп айтса, онда бала келіп дәл сол кітаптың сол жерін тауып алып оқиды. Көрдіңіз бе? Ал қызықтыра білу керек бір жағынан. Екіншіден әрине балаға еркіндік беру керек. Бізге мысалы осы кеңістігімізге ата-аналар көп келеді балалармен бірге, соны балалары өздері таңдап алады. Олар көбінесе енді мұқабасына қарап таңдайды. Мұқабасында олар енді кітап оқып білетін бала әрине мұқабасына қарайды, одан кейін ішінде аннотациясын оқиды. Ары қарай бір-екі бет оқып көреді олар міндетті түрде. Егер тартымды болса, оқиды, тартымды емес болса, өзіне яғни қызық емес болса, онда оны алмайды. Ал мысалы оқу процесінде бәрібірде бала шаршайды. Енді өзіңіз де айтасыз, 1 сағат, 2 сағат оқытып қинаудың қажеті жоқ. Жаңағы күніне бір 10-15 минут болса жеткілікті деп. Сондай кезде оқу процесінде шаршаған уақытта қандай жаттығулар жасаған дұрыс? Жаңадан оқу дағдысын қалыптастырып келе жатқан балаға былай жасаймын, мысалы мен өз балаларыммен, сен бір бетін оқы, мен келесі бетін оқып беремін деп екеуміз қатар кезек-кезек оқимыз. Сол кезде бала, мен мамаммен бірге оқып отырмын деп күшті бір тарауды бітіре аламыз. Зейін қоя алады. Яғни ол бірінші өзі оқиды, мен оны тыңдаймын, мен оқимын, ол мені тыңдайды. Көрдіңіз бе? Одан кейін ол сәл сол дағдысын қалыптастырғаннан кейін мен айтамын, сен бір тарау оқы, мен бір тарау оқып берейін. Содан кейін ұзарта береміз. Содан кейін кейде ол кітап қызық болып жатса, бала айтады, мама сен оқымай ақ қой, мен бәрін оқи саламын дейді. Сөйтіп баланы сондай мотивациямен көмектесіп жібере береді. Яғни балаң білімді болғанын қаласаң, бірінші өзің білімді бол дегендей ғой. Бірінші өзің білімді болғың керек, одан кейін көмектесуің керек. Ол бала қолына ұстатып қойды. Сен неге оқымайсың, болмайды. Ал енді оқып болғаннан кейін оны талқылау керек. Қандай моменттер болды? Мысалы, кеше балам екеуміз әңгімелесіп жатырмыз да, кітаптың бір тарауын оқы деп айтып кеткен, оны оқып маған айтып отыр, мама біз бәріміз жұлдыздан жабатылған екенбіз ғой деп. Айтады да, не деген қызық, мен мынаны білмеппін деп. Сол мен де оған қосыламын, мен де білмеппін, сонда бізден айтып маған. Ары қарай айтып берші, детально айтып берші, ол қалай деп. Сол бірақ біз сондай екенбіз ғой, шынымен де мынандай үлкен немен қарасақ, картина суреттеп қарасақ, біз шынымен де жұлдыздан жаратылғанбыз деп. Енді қазір өзіңіз білесіз, балалар жазғы демалыста, қолдары бос десек болады. Жалпы мектеп оқушылары үшін сіз ұсынатын топ 3 кітап қандай болады? Мектеп жасындағы балалар үшін мен ұсынатын кітабым ең бірінші қазір осы кітаптар болады. Мына кітап, сонымен оқымақ деп осылап алайықшы. Бұл енді шамамен 5-ші сыныптан жоғары балаларға арналған. Мынау су, табиғат, суды қалай айлауымыз керек. Экосауаттылық деп айтамыз. Біз қазір енді таза Қазақстан деп айтып жатырмыз ғой. Сол суды қалай үнемдейміз? Су қайдан келеді? Суды не үшін қолданамыз, соның бәрін әдемілеп отырып, суреттеп балаларға түсіндіреді. Шөл далада не болады? Қорым тастардың арасында не бар? Қалаларда не бар дегендей,
табиғатта су қай жерде бар, шахтаның ішінде су бар ма жоқ па деген сияқты соның бәрін түсіндіретін осындай бір өте әдемі танымдық кітап бар. Өте пайдалы. Бұны 5-ші сыныптан бастап әрбір сыныптағы балалар оқыса өте жақсы деп ойлаймын, керек болады деп. Келесі кітап мынау Елестен Жолақ сериясының 1-ші кітабы. Жалпы 4-еуі де өте жақсы. Елес деген бала. Бұл бала жүгіргенді жақсы көреді, жақсы жүгіреді. Бірақ оны қалай қолдануды білмейді, өте қиын отбасыда өседі. Анасы 2-3 жерде жұмыс істейді, өзінің де жағдайы шамалы. Сондықтан оның бір мықты тренер тауып алып, ол чемпион болады. Яғни бір жағынан ол дене шынықтыру, екінші жағынан төзімділік, өз-өзін табу деген сол жасөспірім кезінде бала кризиске кірген кезде қалай сол кризистен осындай бір жақсы жолға түсіп, өзін ары қарай дамытып алып кету дегенді көрсетеді. Бала күнінен даму. Бұл біздің жаңағы ұлттық кітап күні жыл кітабы номинациясында үздік балалар әдебиеті атанған Оқымақтар деген кітап. Ақиқат рас деген мықты автордың, біздің отандық автор. Бұл балаларға сабақ оқудан қалай ләззат алу керек дегенді үйрететін кітап. Бұл жерде 9-шы А сыныптың балалары өте тентек, сабақ оқысы келмейді, жалқау. Неше түрлі балалар бар ғой, одан кейін неше түрлі отбасыдан келеді, жағдайлары әртүрлі. Сол оқысы келмейді, мотивациясы жоқ. Сол кезде жаңадан мұғалім келеді, жас мұғалім. Оларға мүлдем бөлек тәсілмен сабақ үйретеді. Сол процестерді өте әдемі сипаттап жазған кітап. Ары қарай сол балалар өте жақсы оқып кетеді. Мен бұл кітапты біздің жасөспірімдермен және де педагогтерге ұсынамын. Көбінде оларда сол мұғалімдер де бар, оқушылар да бар ішінде. Осындай 3 кітап бар, мен топ ұсынатын кітаптарымнан оқушыларға. Ал бұл балаларға, енді ересек адамдарға өзіңіздің ұсынатын 3 кітабыңыз. Бұл жерде әрине ең бірінші мен ата-аналар мен педагогтерге осы Джонатан Хайттың «Мазасыз ұрпақ» кітабын ұсынамын. Бұл соңғы 2 жыл хит болған кітап әлемде. Осы кітапқа бұл зерттеу жұмысы. Осы кітапқа байланысты әлемнің көптеген мемлекеттерінде жаңа заңнамалар бекітілді. Ол яғни бұл цифрлық әлемде әлеуметтік желінің балаға деген берген негатив қауіптері. Бала зейін қоя алмайды, мазасыз болған, депрессияға түскен деген сияқты өте көп әсері болғандықтан қалай бұны шектейміз, қалай баланы қорғаймыз біріншіде, одан қалай балаға көмектесеміз дегенді өте әдемі детально жазып берген осы кітап бар. Ата-аналарға, педагогтерге және мектеп психологтарына осы кітапты ұсынамыз. Мен міндетті деп ойлаймын, бәріне оқу керек. Біздің көркем әдебиетімізден хит болған әрине Элиф Шафақ жазушы. Бұл кісі өзі Түркияда туғанымен қазір Ұлыбританиядағы Королевский институт бар, ол жақта әдебиет институты. Соны басқарып отыр. Яғни біздің жазушылар одағы сияқты Ұлыбританияның сол жазушылардың ең маңызды мекемесін басқарып отырған осындай керемет мықты жазушы. Махаббаттың 40 қағидасы деген осындай кітап. Бұл бір жағынан көркем әдебиет, екінші жағынан бұл адамды рухани жағынан ішіңе өзіңе үңіліп, өзіңе сұрақ қоя білетін сондай ойландыратын өте әдемі кітап. Бұны 18 жастан бастап кез келген адам 100 жасқа дейін оқыса өзіне бір керекті дүниені ойды таба алады деп ойлаймын. Осы кітап бар, сосын қолым жетпей жатыр, Алтын Орда деген кітап. Бұл біздің ең соңғы шыққан кітабымыз. Мари Фаверо деген атақты француз тарихшы бар. Сол тарихшының біздің Алтын Орда туралы тарихымызды баяндап жазған өте керемет анализ жазған кітабы. Көбінде біз тарихи кітаптарды оқыған кезде ол құрғақ ақпарат сияқты кетеді да, бізге монография сияқты. Бұл кітапта анализ жасады. Ал әрине фактілер береді. Осында тарихи фактілер бар, деректер бар деген сияқты, бірақ ол қалай әсер етті, не болды деген бәрін біздің Алтын Орда өзіміздің қазақтың тарихын, даламыздың тарихын керемет түсіндіріп беретін
қанша шетелдің авторы болса, қанша шетелдің зерттеуші болса да, бұл кісі елімізде, сол маңайымыздағы мемлекеттерде өте көп археологиялық болсын зерттеулер жасаған, көп мемлекеттерде кітапханаларда жаңа директормен жұмыс істеген, өте жақсы бірнеше тіл меңгерген осындай мықты зерттеуші. Осы кітапты шынымен ұсына жүрген. Ал көбінесе қазіргі жастар осындай кітаптарды оқығанды жақсы көре ме, әлде электрон нұсқадағы кітаптар таңдайды ма? Жастар әртүрлі. Мысалы жастарға, студенттерге кейде мынандай кітаптарды ауыр ұстап жүргісінді. Сол себепті мысалы телефоннан, iPad гаджеттен болсын оқығанды ұнатады. Соған арнайы қазір жақсы платформалар бар. Мысалы Яндекстің букмейт бар деген сияқты, біздің кітап кезік деген сияқты платформалар бар, қазақ классикаларын оқитын. Сол жерден кітаптарын тауып оқуға болады. Ал әрине адам мәтінді қорытып, кітаптан ләззат алу процесс деген болады ғой. Соны толық алу үшін қағаз кітапты ұстап оқығанға жететін ештеңе жоқ. Мысалы толықтай сезініп, иіскеп отыр. Әр парағын парақтап, сезініп, көріп, оған сызып деген сияқты. Жастар белгі қойып кетеді, не ойын белгілеп кетеді. Ана стикерлер пайда болған, стикер жапсырып қояды дегенде. Сөйтіп жастар қайтеді осында келіп кітап талқы өткізеді. Бұл бір жағынан кітап оқуға дейтін қызығушылықты арттыруы мүмкін, Ал жалпы қазірге дейін сіздер 200 кітапты аударып шығардық деп жатсыздар ғой. Рейтинг бойынша негізі көбінесе таңдайтын қандай кітаптар сіздерде? Ересектерге көбінде осы көркем әдебиет, Элиф Шафақтың кітаптары қатты жақсы оқылады. Көп оқиды. Харуки Муракамидің Норвег орманы кітап бар. Сонда жастар көп оқиды. Ары қарай Харри Поттерді әрине ол жастар өте жақсы көріп оқиды. Ол ата-аналар да балалардың сыйлық ретінде көп алып береді. Ары қарай әрине осы тарихи кітаптарды еркектер жақсы оқиды. Олар сол психология кітаптар бізде өте көп емес, біздің баспадан көп шықпайды, біздің серіктес баспалардан өте жақсы шығады. Ол жақта да жақсы оқиды деп ойлаймын. Ол жақта мысалы мазмұндама баспасы бар, ол жаққа өте жақсы бизнеске, бизнес тұлғалар туралы, бизнес процесстер туралы, ары қарай психология туралы болсын кітаптар өте көп шығып жатыр. Әлемнің ең үздік кітаптары. Сол жақтарға барып та жастар өте көп оқиды. Біз дәл қазір 1000 кітап баспа үйіндеміз, әдебиет үйіндеміз. Жалпы әлеуметтік желіден қарасам, бұл жерде балалар ертегі оқып жатады. Осы жерде қазақ тілінде ғана емес, ағылшын тілінде де оқып жататын көрінеді. Бұл қандай жер, қашан ашылды, бұл жерде не істеуге болады, барлығын өзіңіз түсіндіре кетсеңіз? Бұл 1000 кітап деген әдебиет үйде атадық. Бұл осындай кеңістік. Осы кеңістіктің ішінде кітап дүкені бар. Кітап сатып ала аласыз. Кітап талқылайтын орын бар. Ары қарай жаңағы тыныш кітап оқитын да жер бар. Кофе ішетін орнымыз бар. Бізде кофе шай тегін осында. Сонымен қатар біз осы жерде көптеген кітаптарға презентация жасаймыз, авторлармен кездесу жасаймыз. Әртүрлі кездесулер болып жатады, шаралар. Кейде тұсаукесер, қырқынан шығару тойларда жүріп жатады. Енді мүмкін сырға салу да жасайтын шығармыз деп ойлаймын. Барлығы бар десеңізші. Универсальный деген әмбе бар. Одан кейін ең басты ісіміз әр сенбі күні біз таңертең балаларға ертегі оқып береміз. Тегін ата-аналар ұзақтан, жан-жақтан келеді, кейде көршілеріміз келеді дегендей. Бірақ Алматы бойынша осы райондардың бәрінен бізге келеді. Ата-аналар балаларын ертіп, көбі дәстүрге айналдырып жіберді. Үнемі сенбі таңертеңде ертегі оқуға барамыз деп балалар келеді, ертегісін тыңдайды, ойнайды. Кітаптарды ашып көреді бәрін. Кітаппен танысады. Сонымен қазақша да оқимыз. Одан кейін қазақша оқып болғаннан кейін балаларға ағылшын тілінде оқып береміз. Құлақтары түсінетіндер, түсінеді, түсінбейтіндер сол тыңдап үйрене берсін. Оған арнайы мұғалімдерді шақырасыздар ма? Арнайы ағылшын тілді адамдар бар, кейбір мұғалімдер
кейбіреулер мұғалімдер емес, кейде мен өзім оқимын. Ал бұл жерде тек Степенвуд баспа үйінен ғана емес, басқа да үлкендердің сонымен қатар қазақстандық жазушылардың да кітаптарын кездестіруге болады. Әрине, бұл жерде кітаптарымыз бәрі қазақша. Аздап ағылшынша кітаптарымыз бар, бірақ көбі қазақша кітаптарымыз. Біздің баспадан басқа серіктес баспа үйлерінің кітаптары түгел бар, және классиктердің де өзіміздің жазушыларымыздың кітаптары бар. Презентация болып жатады арасында дейміз ғой, ол кісілер де осы жерге кітаптарын қалдырып кететін. Әрине, олар кітаптарын қалдырып кетеді. Көбі басқа баспа үйлермен істейтіндіктен, сол баспа үйлерінен біз тікелей кітаптарын алдырып осында қоямыз. Жаңадан қандай кітап шығып жатыр, соларды бақылап отырып қоямыз, іріктеп аламыз дегендей. Ал осы уақыт аралығында сіздердің осы әдебиет үйіне келетін тұрақты оқырмандарыңыз, балалар бар ма? Әрине бар. Сол әр сенбі келетін, сол отбасымен дәстүрге айналдыра берген сондай жастар бар. Өте белсенді. Ата-анасының ықпалымен емес, өзі қатты ынталанып кетіп, көбінесе солай келеді ме? Өздерден ынталанып кетеді, олар өз жүріп келетін балалар ғой. Ал бірақ кішкентайлар олар ата-аналарымен келеді. Одан жастар бар, үнемі келетін осында. Контент түсіруге келетіндер бар. Бірақ әрине дәстүрлі түрде келетіндер өте көп. Қазір бұл Алматы қаласындағы бір филиал бар, иә? Бізде Алматы қаласында бір ғана филиал, осымен бастап отырмыз. Жеке меншік қой бұл енді. Өзіңіз арендасын төлейміз бұл жердің. Сол себепті осындай тағы ары қарай басқа райондарда болса екен деген ниетіміз бар. Осындай кеңістіктер көбінен. Ал мына кітаптарды біз бекерден босқа қойған жоқпыз. Жалпы әлеуметтік желіден қарадым, француз суретшісі әрі жазушысының «Домалақ, боямақ, ойнамақ» атты кітаптары екен. Қазір бұл кітаптар несімен пайдалы, жалпы қай жас аралығындағы балаларға кеңес бересіздер? Бұл енді нөлден бастаймыз. Бұл кітапты негіз бір жастан бастап деп айтсақ болады. Бұл интерактив кітап. Бірақ та бұл жерде дауыс шықпайды, кнопкасы да жоқ. Бірақ бұл кітапта тек ата-анасы баласымен бірге оқитын кітап, яғни интерактив дегеніміз ата-ана мен баланың арасындағы байланысты бірге оқитын кітап. Сонымен ең әдемісі бұл креатив пен қиялды керемет танытатын кітап. Біз балаларға әріп үйретеміз, бірдеңенің атауын үйретеміз деген сияқты солай басталады ғой. Мына жерде креатив, қиялды қалай дамыту керек, соны үйретеді. Сонымен жаңағынан мысал бастаймыз, мына жерде саусағыңды сары домалақты түртіп келесі бетті ашып көр дейді. Түртіп көреміз. Сол кезде не болады? Екі болып кетеді, иә? Ол сиқыр сияқты болды ғой, көбейеді. Сонымен қайттан тағы бір рет түртіп көрші деп түртіп қалған кезде ол 3 домалақ болып кетеді, иә? Ал кішкентай бала үшін керемет сиқыр. Ол күлкілі. Сіз баланың реакциясын көрсеңіз, сондай еттегі, иә? Одан кейін мысалы мына кітапты деп аламыз да, мысалы мынау 6 домалақ тұр, осылай толып кетті домалақтар. Мына сен кітапты ал да, сен былай қисайтшы дейді. Қисайтқан кезде не болды? Әлгі домалақтар былай қарай орнынан алысып жылжып кетеді. Бала үшін ол шынымен де өте қызық. Содан кейін қолыңды шапалақтап қаш деген кезде мында қараңғы болып кетеді деген сияқты, иә? Қайта шапалақтап қалған кезде ол мынандай жарық болып кетеді деген сияқты әдемі, өте қызық кітап. Мына келесі боямақта болғанда бұл бояуларды үйретеді. Мысалы, түртіп қалған кезде вау деп мынандай көп басқа бояулар шығып келеді дегендей. Содан кейін ары қарай мына бояуларды мысалы бір-біріне жабыстырамыз. Мысалы, сен алшы мынаны деп бір-біріне жабыстырып көрген кезде қандай бояу шығады деген бәрін осылай балаларға бір-бірден түсіндіріп көрсетеді. Мына екі мысалы біріктіріп деп жауып қалған кезде қандай түс шығады? Ол мынадай болып шығады деген сияқты. Иә? Ары қарай мынау ойын түрде көрсетеді. Домалақ зырғып деп ойнап жүгіріп жүрген кезде былай айналып кетеді. Сонымен ары қарай саусағымен зырғытып ол ата-ана мен баланың арасындағы мына қарым-қатынасты сол 5-ақ минут осыны оқып берген. Максимум 10 минутыңыз балаңыздың былай есінен кетпейтін ең әдемі естелік болып қалатын осындай кітаптар. Тағы осындай форматтағы кітаптар бар ма сіздерде? Бізде осындай форматта кітаптар бар, және де біздің басқа серіктес баспа үйлерінен де өте жақсы мынандай картонный
тактильный кітаптар көп шығып жатыр. алып жабыстырып Иә, ашып мынандай терезелері бар, ашып жабатын, қозғайтын және де сипап көретін, иә, балалар мынандай моториканы тактильный жақсы көреді. Сондай өте жақсы кітаптар көп шығып жатыр. Әсіресе қазақ тілінде көп шығып жатыр. Ал енді ата-аналардың құлағына алтын сырға, бұл кітаптарды қайдан алуға болады? Мысалы, біреуі осы бір әдебиет дейік. Иә, әрине осы жерден аласыздар біріншіде, екіншіде барлық Каспи платформасында бар, Арбуз платформасында бар. Жаңа азық-түлік тапсыратын ата-аналарға айта кетсек, одан кейін әрине ең жақсы үлкен кітап сататын дүкендері барлық Қазақстан бойынша. Ол жаңа Меломан маркет желісі бар, Алматы қаласында Книжный город, кітап ал желісі бар. Тағы басқа кішкентай болсын, ірі болсын, кітап сататын немесе ойыншық сататын дүкендерде осылар бар. Сондықтан алса болады. Ал осы кітаптарыңыздың барлық қаланы қамтыған дедіңіз ғой, және жеткізуде қызметтері жұмыс істейді. Сонымен қатар енді кітапханаларда қалай? Кітапханалардың барлығында сіздердің кітаптарыңызды табуға болады ма? Бәрінде деп айта алмаймын, өйткені қай кітапханаға барып жатқанын біз біле бермейміз, бірақ барынша кітапханашылар бізге шығып тұрады. Барынша біз кітаптарымызды жеткізіп тұрамыз. Сондықтан кітапханашыға жаңа Staple and World баспасының кітаптары бар ма деп сұраңыздар. Егер жоқ болса, хабарласып, осындай тапсырыс беріңіздерші деп оларға айтуға болады. Және оқушылардың өздері де талап етсе болады. Неге жоқ? Бар болса алып оқысын, жоқ болса бәлкім тапсырыс жасап берсеңіздер деп, өйткені балаларға ол тиімдірек болады. Сатып алғанша кітапханасынан кітаптарын алып кетіп үйінде оқиды. Түсінікті. Қазір енді білесіз, жасанды интеллект дәуірі. Бұл үлкен негізі тақырып қой, жасанды интеллект деген. Жалпы сіздерге қалай әсер етіп жатыр жасанды интеллект? Бұл мүмкіндік пе, әлде қауіп па? Біз енді мынандай ұйымбыз ғой, ұйым ретінде жаңа менеджментімізді жақсарту, әртүрлі мынандай системаны жасағанға жасанды интеллектті өте жақсы көмектесіп пайдасын тигізіп жатыр. Яғни қатты бір процестерді өте жылдам жасап беріп отыр. Аудармаға келген кезде кейбір аударма процесінде де өте жақсы көмектесіп жатыр. Сондықтан да бізге ол жасанды интеллекттің жақсы жағы өте көп. Ал балаларға келген кезде біздің балаларымыз қайтып отыр, өздері сабағын оқымай, барлық сұрағын жаңа GPT-ге бере салып, жауабын қотара салу деген сияқты жағдайлар өте көп шығып жатыр. Ол тек Қазақстанда емес, әлем бойынша. Сол себепті жаңа әлемде қандай өзгерістер жүріп жатыр. Балаларды жаңағы мектепте мүлдем мынандай гаджеттен алыстатып жатыр. Балаларға міндетті түрде қағазда шыққан кітаптарды оқып жатыр. Бұрын енді қатты тренді болған. Жаңа айпадпен, планшетпен барлық сабақтарды жаттау, көру, жасау деген сияқты, оқу дегенде бәрі бір мынандай экранда тұрады. Сен содан кейін жасай бересің деп, оның зияны көбірек екенін батыста үлкен мынандай институттарда дәлелдеп жатыр. Сол себепті консервативный мындай педагогика қайтадан көшіп жатыр ол жақта. Бізде содан қалыспауымыз керек. Балаларға ең бірінші мына қағаз түрде кітап оқудағы үйретуіміз керек. Диктант жазу, эссе жазу, өз ойын еркін, ешқандай жасанды интеллекттің көмегінсіз. Өйткені мынандай үлкен қауіп бар. Ол қоғамға да қауіп, тұлғаға да қауіп. Келешекте өскен кезде мына кітаптарды оқып қорыта алмайтын бала, жас ұрпақ келешекте жасанды интеллектіні игере де алмайды біріншіде, одан кейін оларды контролировать ете алмайды. Яғни жасанды интеллекті бұл мәтінді қорыта алмайтын, критикалық ойлай алмайтын, өзі қандай бір дұрыс теріс дегенді ажырата алмайтын, сондай адам үшін ол өте қауіпті дүние. Ал енді әрине сен оның бәрін ақылды болып, кітап оқи алатын, мәтінді толық түсіне алатын, оң соңды білетін, жақсы мен жаманды айыра алатын, сондай адам болып, орта мектепте адам қалыптаса алса, онда ең керемет инструмент шынымен де. Ал
енді бұл балалардың тарапынан ой ал аудармашыларға жасанды интеллект аудармашының жұмысын жеңілдетіп отыр, тартып алмайды, жеңілдетіп отыр. Жеңілдетіп отыр. Кейде жасанды интеллектке толық 100% сенуге болмайды. Ол өтірікте ақпаратты қосып береді. Сол себепті ол бірақ та қатты көмек беріп жатыр. Мысалы бір кітапты жаңағыдай жарты жыл аударатын кітапты мысалы ол 4 айға қысқарып кетуге де болады. Сондай көмектерді өте жақсы беріп жатыр. Оң бағасын береміз десеңші қазіргі жасанды интеллектке. Жалпы қазір сіздердің соңғы шыққан кітаптарыңыздың бірі Макбуле ханым, Нугет Ашкин. Байқағанымша енді жаңа Орхан Памук бар, Элиф Шафакты айтып жатырмыз. Біздің қазақ жастары түрік авторларының кітаптарын оқығанды жақсы көре ме, әлде қалай? Сұраныс көп пе? Түрік авторлары неге қазақ оқырмандарына жақын деп айтсақ, түрік тілі бізге жақын. Түріктердің жаңа қазір Түркия елінде тұрып жатқан түріктердің дәстүрі бізге жақын. Яғни ойлау жүйесі деп айтамыз ба, олардың өмірі, салты бізге қатты ұқсас. Сол себептен де олар жазу стилі де өте әдемі, ерекше, қатты көркем келеді. Сондықтан да ол тек қана қазақ оқырмандарға да жылы келмейді, ол әлемнің барлық оқырмандарына ерекше келетін сондай болады. Әсіресе Түркияда жазылған түрік авторларының жазбалары қазақ оқырмандарына әрине ол тақырып өте ұқсас, өте жақын тақырып болғаннан кейін олар үшін де түрік авторлары өте жақын. Ал түріктерден басқа жалпы қазақ аудиториясына қай елдің туындылары көбінесе ұнайды? Ел деп айту келмейді. Бұл жерде авторы деп қараймыз десең. Бұл жерде автор емес, оқиға ғой. Бір жағынан автор да бар, келе жағынан оқиға. Сол оқиға, хикая қаншалықты саған оқырман ретінде жақын, қызық. Кейбір адамдарға детектив ұнайды, өйткені ол пазл сияқты жан жақтан жинап бір менің сол жерде проблеманың шешімін табасыз. Ал біреуге трагедия ұнайды, драма, біреуге жаңа юмор, сатира ұнайды деген сияқты, біреуге мүлдем басқа хоррор ұнайды дегенде, содан адреналин алып оқиды. Әр мемлекеттің өзінің шебер жазушылары бар. Жаңа неміс авторы болсын, француз авторы болсын, біздің жұмысымыз солардың ішінде ең кереметін таңдап, яғни сол жақтың оқырмандары қайсы кітапты жақсы деп айтты, не үшін жақсы, соны бізге қандай оқырманға қызық әкеледі, қандай сезімдер әкеледі, соны іріктеп осы қазақ тіліне жеткізу. Ал біздің жалпы қазақ оқырманына, балаларға дейікші, қай жанр жетіспейді оқырман үшін? Әрине сол детектив жетіспейді, детектив жанр жетіспейді, бізге махаббат жанры жетіспейді. Романдар, мынандай кәдімгі любовный, мынандай кәдімгі махаббат романдар болады ғой, біздің жасөспірім қыздар болсын, тіпті ұлдар болсын, қатты жақсы көреді сондай романдарды. Қысқа, бірақ сондай жүректі тербеп жіберетін сондай әдемі романдар болса. Қазір енді қорытынды сұрақ болсын. Сіздер қазір қандай жобалармен айналысып жатырсыздар? Жаңа байқауымша клубтарыңыз бар, оқуға арналған, немесе алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Бізде енді жақын арада күзге таман алғаш Италияның бас кейіпкері Пиноккионы түпнұсқадан қазақ тіліне аударып қазақ оқырмандарға таныстырамыз. Оны енді бұрын бәріміз енді кеңес одағы кезінде Буратино деп білдік қой. Ал ол Буратинодан сәл бөлек, өзгеше. Әрине басталу несі, хикаясы, ортақ мотиві ұқсас бірдей болғанымен, ол Карло Коллодидің өзінің жазған қалың кітабы бар, 200 бет. Соны толық қазақша аударып, қазақ оқырмандарға жеткізіп, және қазақ иллюстраторы соның толық иллюстрациясын салып жатыр. Ішінде бояулар, толық суретті кітап болып шығады, және де оған қоса мынандай әдеби комментарий келеді. Яғни бұл мәтінді толық түсіну үшін неге мотив, неге сюжет олай кетті деген бәрін түсіндіріп беретін комментарий келеді. Керемет. Ал клубтар
қандай клубтар бар Бізде қазір? қазір өзіміздің 1000 кітап әдеби клубымыз бар. Аптасына бір рет кездесеміз, әр сенбі күні түстен кейін. Одан кейін айына 1-2 рет кездесетін ағылшын тіліндегі клубымыз бар. Ол жерде ағылшынша кітаптарды немесе өте жақсы мақалаларды талдаймыз, отырып. Әртүрлі жан-жақтан жастар келеді, үлкен адамдар келеді. Сонымен автордың идеясын, жазу стилін бәрін отырып талқылаймыз. Әрине одан балаларға да клуб ашып жатырмыз, қазақ тілінде және ағылшын тілінде клубтар өтеді. Осы тамыз айында жастардың бәрі демалысқа барып келіп, енді ішім пысып жатқан кезде осы жобаны бастап жатырмыз. Ал осы кітап саласынан басқа өзіңіз басқа да бір жобалармен айналысқыңыз келеді? Менің ең үлкен жобам балаларым. Өзім 4 баланың анасымын. Сондықтан балаларыма білім беріп, тәрбие беріп, махаббатымды жеткізу ол бір ең үлкен жоба деп ойлаймын. Раиса ханым, сізге көп рахмет. Бүгін әдемі әңгіме болды деген ойдамын. Көрермен де өзіне қызық, пайдалы ақпараттарды ала білді деген ойдамын. Сізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. YouTube арнамызға тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар және келесі қонақ кім болғанын қалайсыздар, пікірге жаза кетіңіздер. Көріскенше сау болыңыздар.